Элизабет Петс, Джудзинер, Кипр, Фиде, Woman, Гран-при. Осы позицияны ұтуға мүмкіндік бар ма деген сұрақ туындайды. Көрейік. Әзірше 0-0. Патша G6, тура A4, пілді 5, шах, F7, шах, E5 және G4. D2 қомағалар қатарына шабуыл жасаймыз. Патша G3, тура C2 және тура G7 бұлар да қомағалар қатарына кіреді. Тура C8, тура E7, патша D6, тура G7, патша E6. F3. Мұна пілдің мүмкіндігін әрине шектеу керек. Өйткені бұл піл деген G2-дегі сарбазға шабуыл жасауы мүмкін. Тура C2, патша F4, патшаның белсенділігі өте маңызды, бұл туралы білесіздер. Піл C4, тура C7 байлап тастады. Және піл D3 алдық және G4. Жалпы сіздерге бір айтарым, бұл жерде позицияңыз нашар болатын болса, онда фигураларды айырбастамауға тырысу керексіздер. Өйткені бұл кішігірім болса да қателік, бірақ 0-0 деп тұр, бірақ егер де мүмкіндік бар болса, мына тураны сақтап қалу мүмкіндігі бар болатын болса, сақтап қалуға тырысыңыздар. Өйткені әртүрлі жағдайлар болады, және кейбір жағдайларда патша, тура және піл, және патша және тураға қарсы ойын болуы мүмкін. Сол себепті тураны сақтап қалу керек еді. Піл D3 алдық және G4. Піл D1 және G5. Бұл енді өрескел қате, қараңыздар. 0-0-7 деп тұр. 0-0-7 деп тұр. Және G5-тен кейін минус 5-23 болды. 5-23. Дұрыс жүріс бұл жерде E4 деген жүрістің арқасында аман қалуға мүмкіндік бар еді. Бірақ Элизабет Петс қателесті. G5 тез арада ойынды тең аяқтағысы келген сияқты алдық және H5 мына өтетін сарбаз енді өте қауіпті болады. Патша G3, патша F5 бірден мына жерге шабуыл жасадық, бұлай және піл B3. Мына тордың ақ екенін біліп тұрсыздар және мынауды ақ екен. Сол себепті бұл жағдайда бұл өте керемет дүние. Өйткені мына пілдің арқасында сіздер мына жерден қуып шығасыздар. Мынаның бәрі бұғатталған. Енді көрейік арғай. Бұлай, піл D5 шах, бұлай, E4, бұлай және E2. Піл F5, H4 алға қарай ұмтылады ақырындап. Мынаның барлығы бұғатталған. Бұны сіздерге айтудың қажеті жоқ. Бұлай, шах, бұлай және F5. Шах, E6, G6, енді амалсыз бұл сарбаздардың қозғалуы басталды. Және патша F5. G7, патша G6, патша F3 және жедік E4 және піл H3. Бұл жүрістің ең басты мақсаты әрине жақындатпау керек. Мүлдем жақындатпау керек, жақындайтын болса, онда бұл сарбаздан айырып қаласыздар. F5, патша H7, F4, патша H6 және F6. Піл D7, тағы да бір өрескел қате. Енді бұл жерде жағдай қиын, бұл позицияны тең ойнау өте қиын. E5, патша піл E6 және патша G5. Бұлай алға қарай ұмтыласыздар болды. Ақырындап мына сарбаздардың бәрін жеп қоясыздар. Мысалы, бұлай жүретін болса, бұлай жүресіздер. Содан кейін бұлай жүретін болса, шах дейсіңдер. Бұлай қашатын болса, онда піл D5 деп мат қоясыздар. Ақтар жеңілді, қаралар жеңді.